Сәлеметсіздер ме 7 сынып оқушылары 3-ші тоқсан бойынша алынатын ТЖП тапсырмасының екінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылары қажет болса каналымда бірнеше нұсқалары және осы геометрия пәнінен бөлек физика және алгебра пәндерінің БЖБ және ТЖП талдау сабақтары бар. Каналға өтіп, қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар бұл ТЖП-да 5 тапсырма беріледі және жалпы балл саны 20-ға тең. Бірінші есеп: суреттегі берілгенді пайдалана отырып, бұрыш 1 және бұрыш 2 бұрыштық градус өлшемін анықтаңыз. Егер мен параллель бірінші бұрышынан екінші бұрышы 3 есе үлкен болса. Оқушылар суреттегі М және N түзулері параллель, оны үшінші түзумен қиған кезде пайда болған бұрыштар, яғни мұндағы бірінші және екінші бұрыштар тұстас бұрыштар. Енді мұндағы екінші бұрыш бірінші бұрыштан 3 есе үлкен екен. Енді бізге табу керек осы бірінші және екінші бұрыштың градустық өлшемдерін. Енді тұстас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең. Енді былай аламыз: бұрыш 1 қосылған бұрыш 2-нің орнына мына өрнекті қоямыз. Мұнда бізде 1 бар деген сөз, 1-ге қосамыз 3-ті, 4 болады, тең болады 180-ге. Теңдіктің екі жағындағы сандар 4 деген санға қысқарады, сонда бұрыш 1 бізде тең болады екен 45-ге. Бұрыш 1 табылды. Енді бұрыш 2-ні табу үшін 3-ке көбейтеміз бұрыш 1-ді. Сонда тең болады 135-ге. Екеуінің қосындысы 180 болды. Келесі екінші тапсырмасы: АБС үшбұрышында А төбесінің ішкі бұрышы 58 градусқа тең, ал ішкі С төбесі 47 градусқа тең. Б бұрышының сыртқы бұрышын табыңыз. Үшбұрыштың сыртқы бұрышының мәнін табу үшін оған сыбайлас емес екі бұрышты қосамыз. Сонда бұрыш ДВА тең болады бұрыш А мен бұрыш С-ның қосындысына. 58-ге қосамыз 47-ні. Сонда тең болады 105-ге. Немесе оқушылар былай тапсаңдар да болады: жалпы үш бұрыштың ішкі бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең. Мына Б бұрышын тауып аламыз, 180-ні азайтамыз, мынау екі бұрыштың қосындысын. Сонан соң барып мына бұрыш бізде жазыңқы бұрыш, 180-ні азайтамыз мына бұрыштың мәнін. Сонда 105 деген сан шығу керек. Келесі үшінші тапсырмасы: АБС үшбұрышында Б-ді бисектриса жүргізілген. А бұрышы 60 градус, С бұрышы 40 градусқа тең. Үш бұрыш Б-ді С тең бүйірлі екенін дәлелдеңіз және Б тапсырмасында А-ды және Д-сы кесінділерін салыстырыңыз. Оқушылар мұнда дәлелдеу үшін ең алдымен Б бұрышын табамыз. Үш бұрыштың ішкі бұрыштардың қосындысы 180 дегенді қолданамыз. Яғни 180 градусқа тең. Одан азайтамыз бұрыш А мен бұрыш С-ның қосындысын. Бұрыш А бізде 60-ға тең, ал бұрыш С 40-ға тең. Екеуін қосып 180-нен азайтсақ тең болады 80-ге. Мына бұрыш бізде 40-ға тең. Енді мына бұрыш бізде 80-ге тең болатын болса, мұнда бізде Б-ді бисектрисасы жүргізілген, демек бұрышта теңдей етіп 2-ге бөледі. Демек мына бұрыш бізде 40-ға тең болады. Енді екі бұрышы 40-қа тең болатын болса, демек мұнда бізде екі қабырғасы да тең. В-ді мен Д-сы тең. Екі бұрышы тең болса, екі қабырғасы тең болатын болса, демек бізде бұрыш В-ды-С тең бүйірлі деген сөз. Енді Б тапсырмасын орындаймыз, яғни А-ды мен Д-сыны салыстырамыз. Мұндағы бізде бұрыш А 60 градус еді, ол бізде үлкен. Мына бізде 60 градус болатын болса,
бұрышы 60 градус, мына бұрыш бізде 40-қа тең. Сонда А бұрышы АВД бұрышынан үлкен. Үлкен бұрышына үлкен қабырғасы, кіші бұрышына кіші қабырғасы жатады. Сонда Ады бізде кішкентай екен ВД-дан. Енді мұнда мінекей ВД бізде ДС-ға тең, демек Ады кішкентай ДС-дан. Мұндағы Ады, мұндағы ДС-дан кішкентай екен. Келесі төртінші есеп, егер тең бөлі үшбұрыштың екі қабырғасы 7 және 3 сантиметрге тең болса, үшінші қабырғасын табыңыз. Екі жағдайды қарастырамыз. Бірінші жағдайда АВ тең ВС-ға және ол тең 3-ге деп алайық. Ал асы, яғни үшінші қабырғасын 7 сантиметр деп алайық. Енді үшбұрыштың қасиеті бойынша екі қабырғасын қосқан кезде ол үшінші қабырғасына үлкен болу керек. Мұндағы АВ мен ВС-ны қосатын болсақ 6 болады, ал мұндағы асы бізде 7-ге тең. Демек, мұнда бізде бір қабырғасы мұндағы екі қабырғасының қосындысынан үлкен болып тұр. Демек, бұл болмайды. Яғни тең бөлі үшбұрыш болмайды. Енді келесі екінші жағдайында АВ мен ВС тең, және ол 7 сантиметр деп алайық. Ал табанын 3 сантиметр деп алайық. Енді екеуін қосатын болсақ, 7 14 болады. Ал мұндағы асы бізде 3-ге тең. Демек, 14 бізде үлкен болады. Демек, бізде жауабын жазып қояйық. Осы вариант болады. АВ мен ВС тең, және ол тең 7-ге, ал асы тең 3 сантиметрге. Соңғы тапсырмасы КЛМ үшбұрышында КМ 24,8 дециметр, М бұрышы 30 градусқа тең, бұрыш К 90 градусқа тең, К нүктесінен ЛМ түзуіне дейінгі арақашықтықты табыңыз. Мұндағы КМ қабырғасы мұндағы КЛМ үшбұрышының катеті болып тұр. Енді оқушылар, мұндағы М бұрышы бізде 30 градусқа тең, мұндағы К бұрышы бізде 90 градусқа тең. Бізге табу керек мұндағы KH биіктігін. Яғни мұндағы LM қабырғасына дейінгі қашықтықты табу керек. Енді өздерін көріп тұрғандай, мұнда бізде биіктік болып түсетін болса, мұнда бізде үш бұрыш KHM тік бұрышты болады. Енді мұндағы бізде тік бұрышты үш бұрыштың КМ гипотенузасы болды. Енді KH табу үшін қасиетті қолданамыз. Бізде 30 градус дедік, 30 градусқа қарсы жаққан катет гипотенузаның жарысына тең. Бізде КМ осы KHM үш бұрышының гипотенузасы болады. Сонда KH тең болады 2-ден 1 көбейтілген KM-ге. Екіден 1-ді көбейтеміз 24,8-ге. Сонда тең болады 12,4-ге. Түсінбеген сұрақтарым болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Каналға жазылып, лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.